Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында әдемі көрінетін, дәмді болып шығатын және де оңай жасалынатын печеньені сіздермен бірге жасайтын боламыз. Осы менің рецептіммен жасап көріңіздер, ұнаса комментарияға пікір қалдырып кетіңіздер. Ал енді жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 100 грамм бөлме температурасындағы жұмсақ сары май. Осы сары майымызға 150 грамм шекерімізді қосамыз. Сосын венчиктің көмегімен шекер мен сары майымыз біріккенше жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Достар, осы печеньенің толық құрамын видеоның астындағы описанияға жазып қалдырамын. Және де осы печеньеге қосатын құрамдарды да орысша түрге аударып жазамын. Сол жерден көріңіздер. Сосын 2 жұмыртқамызды қосамыз. 2 жұмыртқамызды қосып, біріккенше жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, егер печеньелеріңіз өте дәмді, қытырлақ болып шыққанын қаласаңыз, онда жұмыртқа мен сары майды алдын ала тоңазытқыштан шығарып, бөлме температурасына қойып қойыңыздар. Сонда өте дәмді болып шығады. Ендігі кезекте ұнның кезегі. Ұнды мен 3 бөлікке бөліп барып қосамын. Бұл жерде ұнымыздың бірінші бөлігін електен өткізіп болған соң 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосамыз, яғни разрыхлитель қосамыз. Сосын араластырамыз. Достар, егер печеньелеріңіз 2 есе дәмдірек болғанын қаласаңыз, онда 82% майлылығы бар майды қолданыңыздар, сонда печеньелеріңіз өте дәмді болып шығады. Енді мына шетте ұнымыздың екінші жартысын қосып жатырмын. Ұнымыздың екінші жартысында електен өткіздім. Осы жерде мен барлығы қазір 300 грамм ұн қостым. Сосын тағы да 50 грамм ұн қостым. Яғни осы печеньенің қамырына менде барлығы 350 грамм ұн кетті. Бұл ұнды сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қарай қосыңыздар. Менде осындай 350 грамм ұн кетуі мүмкін. Сіздерде 350 граммнан жоғары немесе төмен грамм ұн кетуі мүмкін. Сол үшін де қамырларыңызды илей отырып, ұнды жаймен қосыңыздар. Осы менің YouTube каналымда басқа да оңай жасалынатын, дәмді болып шығатын печенье, пирог, тәттілердің рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң YouTube каналыма кіріп, басқа да видеоларымды көріңіздер. Мінекей қараңыздар, бізде осындай бір келкі, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу қажет. Келесі кезекте печенье пісіретін формамызға пергамент қағазын төсейміз. Сосын мына видеода көріп тұрғандарыңыздай әр печеньені майдалап бөліп шығамыз. Егер печеньелеріңіздің бәрі бірдей болғанын қаласаңыз, онда мен сияқты таразыға өлшеңіздер. Мен әр печеньені, яғни әр қамырды 25 граммнан бөліп шықтым. Яғни әр қамырды 25 граммнан бөліп шыққан соң менде 28 штук қамыр шықты, яғни 28 штук печенье шықты. Енді осы печеньелерімізді домалатып, сосын үстін кішкене басып болған соң бізге керегі осындай пышақ. Осы пышақтың көмегімен мына видеода көрсетілгенде осындай өрнек жасап шығамыз. Достар, сіздер осы видеоны қай қаладан немесе қай елден көріп отырсыздар, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Және де осы менің YouTube каналымнан басқа да бір тәттілерді жасап көрген болсаңыздар, қалай шыққанын комментарияға жазып қалдырыңыздар. Мінекей біздің печеньелеріміз пісуге дайын тұр. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіреміз. Әр үйдің пеші әртүрлі пісіреді, сол үшін де өздеріңіздің пештеріңізге қараңыздар. Мәселен, мына менің печеньем шамамен 18-20 минут аралығында пісті. Осылай печеньелердің сырты кішкене қызарып, асты қызарып піссе, печеньелеріңіз пісті деген сөз. Печеньені суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Мінекей достар, біздің көптен күткен печеньелеріміз пісіп шықты. Қараңыздар, осылай өте әдемі көрінеді, көздің жауын алады. Дәл осы печеньені пісіріп, дастарханға қоятын болсаңыздар, дастарханның сәнін келтіретініне күмәнім жоқ. Дәмі деген енді керемет, өте дәмді болып шығады. Сіздер де осы печеньені міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Қараңыздар, осылай керемет болып шығады. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.